Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен барлығы жақсы көретін және өте жақсы шығатын клубника в шоколаде дайындайтын боламыз. Жасалу жолы қарапайым болғанымен, жарнамалық түрі әдемі болып шығатын және шоколадты оңай ерітудің жолын көрсететін боламыз. Ол үшін бізге шпажкалар, арнайы кондитерлік қап және Қазақстан шоколады, немесе кез келген шоколад бола береді, және өз қалауларыңызша түрлі посыпкалар керек болады. Ең алдымен клубникаға шпажканы дұрыстап қадап аламыз. Клубниканың дұрыс қадалғанына көз жету керек, себебі шоколадқа батырып жатқан кезде түсіп қалуы мүмкін. Барлық клубниканы осылай шпажкаға қадап болған соң, шұңғыл ыдысқа салып қойсаңыздар болады. Енді шоколадты ерітеміз. Шоколадты еріту үшін ең алдымен шұңғыл ыдысқа арнайы кондитерлік қапшықты салып, шоколадты бөліктерге бөліп аламыз. Барлық шоколадты бөліктерге бөліп алған соң, үстіне 3-4 ас қасық сұйық майды құйып, микротолқынды пешке 1 минутқа қойып аламыз. Микротолқынды пешке салған соң, 1 минуттан артық асыруға кеңес бермеймін, себебі шоколад күйіп кетуі мүмкін. Міне шоколад ерген соң, жаңағы клубникаларды алып, дұрыстап батырып, шет-шетіне жеткізіп, осылай айналдырып, шоколадқа батырып аламыз. Сіздерге кеңес болсын, клубниканы батырып болған соң қоятын ыдыстарыңызды 15-20 минутқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, жаңағы клубника в шоколаде бірден қатып, яғни ерімей тұрады. Ол өте ыңғайлы. Барлық клубниканы шоколадқа батырып болған соң, сіздер өз қалауларыңыз бойынша түрлі посыпкалар сепсеңіздер болады. Біз кокосовая стружка, үгітілген печенье және арахис септік арнайы кондитерлік посыпкаларды қолдансаңыздар болады. Ескерте кететін жайт, шоколад қатпай тұрып себу маңызды. Содан соң тоңазытқышқа жарты сағатқа, 1 сағатқа қойып қоясыздар, сіздерде осындай клубника в шоколаде дайын болады. Сеп көрулеріңізге кеңес беремін, өте дәмді әрі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазір клубника в шоколадені жемейтін адам жоқ шығар. Сондықтан да сіздерге осы клубника в шоколадені жасап көруге кеңес беремін. Біздің арнамызға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтеміз. Ас болсын!